Ассалаумағалейкум тарихсүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз жалпы түрік әлеміндегі қасиетті жер Түркістан және оның маржаны болатын қасиетті Ахмет Яссауидің кесенесі және оны салдырған Ақсақ Темірдің не себептен, қандай мақсатпен салған туралы әңгіме болады. Әңгімемді бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, өз пікірлерді жазып кетсеңіздер, әрі каналға жазылып, жан-жақты таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыз. Әрі қоңырауды басып жіберіңіздер, уақытылы шығарымды біліп отырасыздар. Ал әңгімемді бастайын. Атақты Ақсақ Темірдің мавзолейін неге салу деген көптеген нұсқалы аңыз бен әңгімелер бар. Тек қана бір-екеуін айта өтейін. Соның бірі, яғни Алтын Орданың ханы Тоқтамыспен арасындағы үлкен соғысқа бара жат, яғни үлкен қолын әскермен бара жатқан Ақсақ Темір қасиетті Яссауидің қорымының жанына өтіп барады. Дұға тілеп ұзақ намаз оққан жайлы жазады. Кейін осы үлкен ауыр шайқаста жеңіске жеткеннен кейін кесенені тұрғызу жайлы жарлық береді. Яғни осы жорғын сәтті өткен ауырда болса деп. Екінші бір аңыз бойынша, яғни сол жорықта өтіп барады атақты Әмір Темірдің тәжі байқамай жерге түсіп кетіп, өзі жылқысынан қалай түскенін байқамай барып тәжіні өзі еңкейіп алып, кейін атына қайтып отырып барады. Таң қалғаны, яғни ойпырмай осынша уақытта ешқашан еңкеймейтін едім, малайларым мен нөкерлерім алып беретін еді, сонша нағып мен осы еңкейдім деп. Сонда бір ақылды нөкер айтыпты: о әміршім, бұл қасиетті барша түріктің пір тұтатын Ахмет Яссауидің қорымындамыз, сондықтан да қасиетті адамның мысы басып тұрған шығар. Яғни бұны түсінген Ақсақ Темір сонша қасиетті болса, басына құран бағыштап, әруағын сыйлап, белгі қойып, яғни кесене тұрғызбадық па? Қаншама уақыт, қаншама соғыстардан кейін жерме-жексен болған екен деп. Кейін ойлана бәрі айтады, яғни нақты қай жер екен, құм басып жерме-жексен болған екен деп. Сонда нөкер айтады: қасиетті адамды малдың кегіш малда білет, мыңдаған қойлар түме айдап өтейік, сонда белгілі болады. Мыңдаған атар қойларды айдап әкеліп өткізген кезде қойлар екіге айырылып, яғни қасиетті жерді баспай, әулиенің жатқан жер, сол жерді шынымен қазса Ахмет Яссауидің жатқан қорымы табылады. Осылайша мавзолей салынады. Аңыз бар. Әмір Темір 1385 жылы бұйрық береді, яғни мавзолейдің құрылысына деп. Сол кездері көптеген үлкен жорықтар болып жатады. Қарасанды, яғни қазіргі Иран территориясындағы байғалылар жаулап алып жатқан. Яғни сол кездердегі Иранның сәулетшілері қолға түсіріп, қолөнерлерін алып келіп, мавзолейдің құрылысы басталып кетеді. Құрылысына кірпіштерді сол маңдағы сайрамнан алдыртады дейді. Сол сайрамнан алған кірпіштерді жіпше тізбектеліп тұрған адамдар бір-біріне, сайрамнан осы Түркістан кесенесіне дейін адамдар бір-біріне кесекті беріп тұрған деген аңыз бар. Әрі басқа Самарқандтағы кесенелерге қарағанда бұның жобасы және стилі ерекше болып табылады. Әрі орталық Азиядағы ең үлкен күмбезді және көп ондай қирамаған, сол баяғы қалпында сақталған мавзолей болып табылады. Көбіне Өзбекстандағы, Самарқандтағы мавзолейдің көбісі қайтадан қалпына келтірілген мавзолейлер болып табылады. Өйткені ояқтағы көбісі жер сілкінісінен және қалаларды революция кезінде атқылаған кезде көп зардап шеккен. Жалпы Яссауи мавзолейін жоңғарлармен болған шайқаста 2-3 рет зембірік тиеді және кейін оған да революция кезіндегі де 2-3 рет орыстар әскерлері яғни большевиктердің атқылағаны болмаса, бірақ жалпы қабырғалары нықты болып аман қалады. Кейін 60-шы жылдары ұзақ реставрациядан өтіп, қазіргі қалпы ол тарихи, яғни өз заманында қалай салынды солай кейпінде тұр. Яғни 1405 жылы Ақсақ Темір өлгеннен кейін толыққанды бітпей қалады. Бір қабырға мозаика плиткалары салынбаған, бірақ бұның өрнек нақыштары өте күрделі болып табылады. Әрі көк түсті ерекше стильде және Құран жазулары жазылған. Бір айта кететін оқиғаның бірі, Ақсақ Темірдің бір тоқалы жорыққа кеткен кезде өзі басқарып тоқалы құрылысшылардың бәрі жұмыстарын. Сол кездердегі Ираннан тұтқындалып келген сәулетшіге ғашық болады. Ол жайлы Ақсақ Темір біліп, жазалап сәулетшіні де тоқалын да өлтірткізіп деген. Одан кейін басқа сәулетшіні алып келіп, сол жалғастырған. Яғни ол мавзолейдің сыртындағы жазылған Құран кәрім жазуларының біреуі бір бағытта, екіншісі екінші бағытта басталған. Яғни екі сәулетшінің жасағаны білінеді. Әрі соңғы екінші сәулетші соңғы Құран кәрімдегі жазулардан кейін өзінің ат жөнін жазып кеткен жайлы бар. Жалпы Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі ерекше болып табылатыны, өйткені бұда көптеген жалғыз кесене емес, бұның ішінде асхана да бар, медресе де болған және қазақтардың хандарының қорымы 21 хан, 10 би, 28 батыр,
он шақты сұлтандар жатыр. Үлкен бүкіл қазақтардың ақсүйектері мен бүкіл тарихи тұлғалардың жатқан жері деп айтуға да болады. Барша қазақ тарихы осы Түркістан кесенесімен тығыз байланысты. Ерекше орын алатын кесененің ішіндегі тайқазан 7 металдың қоспасынан жасалған. Ерекше тайқазанында өзінің үлкен тарихы бар, әрі қазақтар үлкен дау-дамаймен шақ қиындықпен Петербургтегі мұражайдан кейін қарай шақ деп алып келді. Кесене үлкен ауқымды кешен болып табылады, яғни медресе, монша және мешіт әрі асхана көптеген үлкен көп функционалды болып табылады. Бұнда әлемде ешқандай кесене жоқ, бұнда үлкен көп шара өткізілген және үлкен ақсүйектердің қорымы болған. Сондықтан да бұл ерекше және тарихи тұлғалардың жатқан жері, орналасқаны барша түріктердің қасиетті жері болып табылады. Соңғы кездердің үкіметтің бар қаражат құйып жаңа жобалар іске асырғаны әрине қуантады. Біздің еліміздің тарихымызды және туристік бағытта дамытуымыз, бүкіл әлемге паш етуімізге осы арқылы қаншалықты біздің тереңде жатқанымыз тарихты көрсетеді және әлемге танытады. Бұл да бір қуантарлық жайт деп айтуға болады. Ал Ақсақ Темір жайлы каналда шығарылым бар, онда қарауыңызға болады толыққанды. Басқа өздеріңіздің аңыз бен әңгімелер болса комментарийға жазып кетсеңіздер, ол жайлы да шығарылым жасауға болады. Және басқа да тұлғалар білгілеріңіз келсе комментарийға өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер және каналға жазып лайк басып жан-жаққа таратсаңыздар, дамуына үлкен үлес қосасыздар. Қоңырауға басып жіберіңіздер, шығарылымды уақытылы біліп отырасыздар. Толыққан тыңдағандарыңызға көп рахмет.